Сәлем қымбатты туғандай жақын торпақтарым. Бұл сіздерге арналған қаңтар айына және ақпан айларына арналған жұлдыз жорамал. Мен 2 айды біріктіріп беруді жөн көрдім. Сонымен қатар қаңтар ақпан айындағы оқиғалар тығыз байланысты. Қандай жұлдызнаманы қарау керек? Өте маңыздысы бұл күн белгісі, асцендент және ай белгісі. Үшеуінде қарау керек. Себебі олар бір-бірін толықтырады. Тіпті асцендентіңіз де айыңыз болса да, торпақтар болса, бұл өте үлкен әсер бәрібір сезіледі. Туылған кезде ай қайда болғанын және сіздің ай белгіңіз қандай екенін қараңыз. Егер сіз өз асцендентіңізді және ай белгісін білмесеңіз, видеоның астына өз инстаграмымды жазып қоямын. Маған жекеге жазсаңыз болады. Туған күніңізді, ай жылыңызды және туылған уақытыңызды дәл жазсаңыз. Сол бойынша нақтырақ жауап беруге тырысамын. 3 қаңтарда бізде толық ай болды. Өте позитивті. Ол сіздің 3-ші үйіңізде болды. Ол байлықтар, таныстықтар, коммуникация, қарым-қатынасқа байланысты. Қарым-қатынас қалай? Неліктен позитивті? Себебі Юпитерде 3-ші үйде орналасқан. Бұл сәттілік пен табыс планетасы. Қандай жағдай болмасын, бәрі тек жақсылыққа. Сондай-ақ бұл планета қорғаушы Сириус, бұл толық ай Сириус жұлдызында болды. Бұл табысты жұлдыз, яғни табысты келіссөздер, ықпалды адаммен танысу, ол сізге көмектесуі мүмкін. Оқу табысы, сапар сәтті болады. Сіздің көріністеріңіз байқалады. Мысалы, емтиханды сәтті тапсырасыз. Толық 3-ші қаңтардан 18-ші қаңтарға дейін әсер етеді. 2 апта. Егер әлі маңызды нәрсе болмаған болса, туыстарыңыздан жақсы жаңалықтар болып қалуы мүмкін. Әпкеңіз немесе бауырыңыздан маңызды оқиға, немесе туыстарға байланысты, көлікке байланысты сәтті сатып алу немесе сату болуы мүмкін. Көршілер де 3-ші үйде, бірақ негізінде бұл ақпарат алу, қарым-қатынасқа байланысты. Мүмкін бұрын тек телефон арқылы сөйлескен адаммен кездесесіз. Сізде Марс пен күннің 9-ші үйде қосылуы болады. Ал 9-ші үйде айдың 1-ші жартысында көп планета жиналады. Меркурий, күн, Марс. Мұны стелиум деп атайды. Көп планетаның бір үйде болуы. 9-ші үй сапарлар, шетел, алыстағы елдер, шетелдіктермен танысу, құжаттармен жұмыс, білім, оқу, жарияланымдар. Радиода немесе теледидарда танысуға байланысты 6-ші және 10-ші қаңтар аралығында 2 жылдық кезең басталуы мүмкін. Сондай-ақ бұл құқықтық процестерге қатысты болуы мүмкін. Шетелдегі құжаттар, азаматтық, ПМЖ немесе шетелдік клиенттермен жұмыс. Марс 2 жылдық циклға ие. Бұл кезең 9-ші үйде басталған нәрсе 2 жылға созылуы мүмкін. Сіз энергияңызды осы бағытқа жұмсайсыз. Қаңтардың 1-ші жартысы 9-ші үйге байланысты. 18-ші қаңтарда сол үйде жаңа ай болады. Жаңа нәрсе, жаңа ақпарат, жаңа таныстық. Мүмкін өз ұстазыңызды кездестіресіз, немесе жаңа романтикалық таныс болуы мүмкін. Жаңа оқу курсы немесе құжат рәсімдеу қажет болуы мүмкін. Сол күні стелиум планеталары 10-ші үйге ауыса бастайды. 10-ші үй табыс, мансап, мақсаттар. 18-ші қаңтарда Венера, 21-ші қаңтарда күн мен Меркурий, 24-ші қаңтарда Марс пен 10-ші үйге кіреді. Плутон да сол үйде. 5 планета мансапқа, жұмысыңызға, мәртебеңізге қатысты жаңалықтарды көрсетеді. Қызметте өсу, жұмысты өзгерту, бизнесті бастау, маңызды жобамен айналысу. Сондай-ақ жеке өміріңіздегі мәртебеңіз, үйлену, ажырасу, бизнес серіктестік,
көшу, бала туу, зейнетке шығу 18 мен 25 қаңтар аралығында жетістіктерге бай апта. 27 қаңтарда Нептун 12 үйге кіреді. 12 үй өзін өзі тану, руханияттық, эзотерика, емшілік, шығармашылық. Бұл ұзақ 14 жылдық кезең. Емделу, эзотерика, руханилық, күшті жерлерге бару, иммиграция, алыс аралдар. Мысалы, Нептун шығармашылыққа да қатысты, кітап жазу, сурет салу, музыка жасау, жеке шығармашылық. Сонымен қатар психология, психологқа бару, мүмкін емшілікке қызығушылық болуы мүмкін. 1 ақпанда 4 үйде ай болады. 4 үй бұл отбасы, үй, ана, тамыр, өскен жер. Бұл толық ай шешім қабылдауға, немесе отбасы мүшелерінің оқиғаларының көрсетуі мүмкін. Бала, ана, отбасы құрамы өзгеруі. Құжаттар, жылжымайтын мүлік сатып алу, сату, көшу, жөндеу, үй жобасы. 15 ақпанда Сатурн 12 үйге кіреді. Нептун кірген үйге Сатурн 2 жылға дейін әсер етеді. 28 жылға дейін әсер етеді. 12 үй тазалау, қажетсіз нәрселерден арылу. Ол 12 үйге жатады. Сіз диета, тамақ режимін жеңілдету, салмақ жоғалту, өміріңізді реттеу, құжаттарды реттеу, қоршаған ортаны қайта қарау арқылы тазалана аласыз. Бұл жаңа өмір цикліне дайындық. Сатурн сіздің ішкі сенімділігіңіз, өзіңізге сену, өз әрекетіңізді бағалау, шындықты көру. 20 ақпанда Сатурн мен Нептун бірігеді. Бұл 36 жылда бір болатын сирек құбылыс. Бұл ұзақ мерзімді тенденция. Мысалы, клиника ашу, медитация, сенім. 17 ақпанда бұл күн қашықтығы 10 үйде болады. 10 үй амбициялар, жетістіктер, мақсаттар, мәртебе. Бұл затмение. Сіздің кәсіби өміріңізді, мәртебеңізді анықтайды. Тұтылу кезеңі 14 және 20 ақпанда күшті әсер етеді. 17 ақпаннан 3 наурызға дейін тұтылу коридоры ашылады. 3 наурызда жай ай затмениясы болады. Ақпанның 1 жартысында жоспар жасаған дұрыс. Соңында 26 ақпан және 20 наурыз аралығында Меркурий ретроград болады. Ол 11 үйде достар, қоршаған орта, клубтар, әлеуметтік желілер, ескі қарым-қатынастарды қайта қарау, алынбаған кіріс, пайда келу мүмкін. Негізі қарап отырсақ, барлығы өте қызықты. Сатурн мен Нептун өзін өзі тану кезеңі. Торпақтар, сіздерді жақсы көремін. Және де осы айлар сіздерге тек жақсы жағынан жақсы жаңалықтар әкелетін болсын. Қош сау болыңыздар.